Сәлем достар, бүгін біз сіздермен яблочный пирог жасаймыз. Алмалы пирогты менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Бізге керегі 2 жұмыртқа, маргарин, сметана, разрыхлитель, қопсытқыш, яғни ұн және қант. Қант пен жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Бір жартысын жылтоқты алып қаламыз. Енді қаймағымызды қосып араластырамыз. Қаймақтың орнына айран қосуға болады. Қопсытқышымызды қосып жақсылап араластырамыз. Төртінші стакан ұнды қосып, жақсылап илейміз. Қамыр жұмсақ болу керек. Енді салмасын дайындағанша қамырымыз морозилкада тұру керек. Бізге 3 алма қажет болады. Оларды турап, аршып дайындап аламыз. Қамырды екіге бөлеміз. Біреусін кішірек, екіншісін үлкенірек қылып бөлеміз. Енді қамырдың үстіне ұн сеуіп, қант сеуіп, алмаларымызды қойып шығамыз. Енді екінші слой ұн сеуіп, қант сеуіп, алмаларды саламыз. Бетіне қалған жұмыртқаның сарысын жағып, 200 градусқа 40 минут 35 минутқа пісіріп аламыз. Міне осымен біздің пирогымыз, алмалы пирогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар.